Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен олимпиадаларда жиі кездесетін тақырыптардың бірі табақты таразыға байланысты өлшеу және сұйықтықтарды өлшеуге байланысты, құюға байланысты тақырыппен екі тақырыпшамен жұмыс жасайтын боламыз. Так, бүгінгі форматымыз сәл басқаша. Бұл жерде енді көп жағдайда мен түсіндіру жұмысын жасаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойып отырсаңыздар болады. Так, бізде мынау біріншісінде салмағы ең жеңіл жеміс тап дейді. Мынау менде жүзім, мынау бізде ананас, мынау апельсин, мынау бізде жүзім. Так, біріншісінде бізде бірінші суреті жүзімнің салмағы үлкен болып тұр ананастан. Өйткені керісінше, иә? Жерде керісінше. Жүзімнің салмағын ананастың салмағымен салыстырамыз. Біз ананастың салмағы артық. Өйткені жүзімнің салмағы бізде көтеріліп кетіп жатыр. Ал керісінше жүзімнің салмағы мен апельсиннің салмағын салыстырды. Керісінше жүзімнің салмағы үлкен болып кетті. Онда апельсиннің салмағы бізде жүзімнен кішкентай ғой. Сондықтан бұл жерде ең кіші салмағы ең жеңіл жеміс, ол бізде қайсысы болады деген сөз? Апельсин болады деген сөз. Мына жауап болады. Түсінікті ғой? Кімде түсінікті болды, плюс қойып жіберіңіздер. Өздеріңізге түсінікті болса. Бұл табақ таразыға байланысты есептерде бұл тепе-теңдік емес, керісінше теңсіздік болған жағдайда қорытынды шығарамыз. Яғни үлкен кішілік таңбасы арқылы. Келесі. Ең ауыр затты тап дейді бұл жерде. Түстерге байланысты. Так, мынау бізде көк түс, жасыл түс, қызыл сары, сары деп ала берейік. Так, біріншісінде салыстыратын болсақ, көк пен жасылды салыстырайық. Бізде көктің салмағы үлкен, иә? Так, келесі көк пен сарыны салыстырған, керісінше сарының салмағы үлкен болып кетті. Мына жақта сарының салмағы. Енді сары ең үлкен, жасыл бізде ең кішкентай болады. Бізге ең ауыры, бұнда сары болады деген сөз. Мынау болады бізде. Түсінікті ғой балалар, иә? Бұл жерде табақ таразының негізгі тепе-теңдіктердің қасиетінен пайдаланамыз. Так, жақсы түсінікті дейді. Жақсы, келесі тапсырма. Так, ең жеңіл қорапты тап. Ең жеңіл қорапты. Комментарийға жазып жіберіңіздер, ең жеңіл қорапты. Так, біріншісінде бізде көк қораптың салмағы, мынау менде 10 килограмм. Так, мынау жасылдікі бізде 9 килограмм. Так, қызылдікі менде 8 килограмм. Енді маған ең жеңілін тап деп тұр. Онда ең жеңіл бізде әрине қызыл болады деген. Ең ауырын тап десе керісінше. Бірінші вариант, иә? Жақсы, кеттік ары қарай. Қай бас киім астында қоян жасырынған? Яғни бұл жерден қоянның салмағы барлығы онда бірдей. Бас киімдердің салмағы бірдей, енді қоян жасырынған қалпақты тап дейді. Так, жауапты комментарий бөліміне жазып жіберіңіздер, тездетіп. Жақсы, керемет. Жақсы, өте жақсы, дұрыс айтасыздар, иә. Бұл жерде қараңыздар, мынау қара мен мынау қара көктің салмағы бірдей. Онда мынау қызылмен салыстыратын болсақ, қызылдың салмағы ауыр болып кетті. Онда бізде қоян қайсында? Қызылдың үстінде деген сөз, ішінде. Өйткені салмағы бізде ауыр. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі тапсырма. Так, егер асқабақтың салмағы барлық жерде тең болса, онда дұрыс емес табақты таразыны тап. Яғни теңдігі дұрыс емес табақ таразыны тап дейді. Так, асқабақтың салмақтары бірдей дейді. Онда
Мына екеуінің салмағы 4, мына екеуінің салмағы 4. Мынау уже орындалады, дұрыс. Өйткені асқабақ барлық жерде бірдей салмағы. Так, келесі мына екеуін қосатын болсақ, біз 6 килограмм, мына 7 килограмм. Бізде 7 килограмм керісінше жоғары көтеріліп келе жатыр. Мынау бізде қате. Өйткені 7 килограмм бізде керісінше төмен басылу керек, иә, салмағы көп қой. Так, келесі бізде 3 килограмм, мынау біз 3 килограмм. Мұнда мына екеуі бізде тең болып қалады. Мұнда дұрыс емесі қайсысы болады? Ортадағы бөлігі болады. Себебі бұл жерде есептің шартында көрдіңіздер ғой. Есептің шартында асқабақтың салмағы барлық жерде тең болады деп айтты. Жақсы. Мынаны өшіріп тастайық. Түсінікті ғой балалар, иә? Түсінікті болса плюс қойып жіберіңіздер. Мхм. Жақсы. Кеттік. Келесі. Өздеріңіз шығарыңыздар. Суретте асқабақ пен қарбыз берілген. Қайсысы ауыр? Асқабақ ауыр ма? Жоқ әлде қарбыз ауыр ма? Салмағы. Асқабақ мынау бізде. Мынау асқабақ. Ал мынау бізде қарбыз. Енді екеуінің салмағының қайсысы ауыр дейді. Так, жақсы. Бұл жерде жауап қандай болады? Бізде жауап болады. Өте жақсы, көбіміз дұрыс жауап жіберіп жатырмыз. Бұл жерде ең ауыры бізде асқабақ болады, иә. Өйткені оған аз салмақ қосылып тұр, ал қарбызға көп салмақ қосылып жатыр. Сондықтан бұл екеуі тең емес, бізде ең ауыры асқабақ болады. Ал ең жеңілін тап десе, бізде керісінше қарбыз болады бұл жерде. Жақсы. Кеттік ары қарай. Келесі. Так, жасыл түстегі қарбыздың салмағы дейді. Жақсы, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Маған мынаның салмағы керек, жасыл түстегі. Мынау қанша килограмм? Комментарийға жазамыз міндетті түрде жауабын. Өте жақсы, тамаша. Қараңыздар, дұрыс. Бұл жерде қалай оңай есептеуге болады, иә? Бірінші, мына екеуінің салмағы менде 3 килограмм екені түсінікті. Онда біз тура сол сияқты мына екеуінің салмағы 3 килограмм болады ғой. Онда бізге мына сары жемістің салмағын табу керек. Оны табу үшін біз 5-тен 3-ті азайтып тастаймыз, иә? Онда мынаның салмағы нешеге тең болады? 2 килограмм болады. Мынау 2 килограмм болады, онда мынау 1 килограмм болады. Не? Онда мынаның салмағы 1 килограмм, мынаның салмағы 2 килограмм болады. Ал маған табу керек нені? Қарбыздың, яғни жасыл түстегінің. Ол бізде 1 килограммға тең болды. Жауап бір деген жауап дұрыс. Екі емес. Кеттік ары қарай. Келесі. Бір алма қанша өріктің салмағына тең? Давайте 1 минут уақыт берейік сіздерге. Бірден шығарып көріңіздер. Так, мен уақытты қосамын. Тек 1 минут уақыт. Бір алма қанша өріктің салмағына тең?
Жақсы, өте жақсы. Так, қараңыздар. Менде екі алманың салмағы тең болады, үш алмұрттың салмағына тең болып тұр, иә? Так, енді бір алмұрттың салмағы, мына жақта бір алмұрттың салмағы менде екі, мынау бізде өрік қой деймін, иә? Өрік деп ала бер. Екі өріктің салмағына тең. Енді бізге сұрақ қойып жатыр, бір алма қанша өріктің салмағына тең? Онда қарайық, мынау әрбір алма екі өріктің салмағына тең ғой. Мынау екі өрікке тең, мынау екі өрікке тең, мынау екі өрікке тең. Онда бізде мына жерде барлығы қанша өрік болады? Менде барлығы алты өрік пайда болады, иә? Яғни мына жерден қандай қорытынды шығарамыз? Онда екі алма тең болады алты өріктің салмағына тең. Онда мына жерден қорытынды шығара аламын мен. Бір алманың салмағы үш өріктің салмағына тең. Болды. Сұраққа жауап бердік біз. Сонда бір алма бізде үш өріктің салмағына тең болады екен. Есеп шықты. Кеттік ары қарай. Келесі. Так, қоян, ит және мысық үшеуінің салмағын тап. Так, біріншісінде бізде қоян мен мысықтың салмағы берілген. Так, қоян мен мысықтың салмағы тең болады 10 килограмм деп берілген. Келесі. Ит пен қоянның салмағы тең болады 20 килограмм деп берілген. Келесі үшіншісінде бізде ит пен мысықтың салмағы тең болады 24 килограмм деп берілген. Енді бізге үшеуінің салмағын табу керек. Ит, мысық және қоянның салмағы қанша килограмм? Белгісіз шаманы табу керек. Давайте өз варианттарыңызды жазып көріңіздер, қанша болатынын. Комментарий бөліміне. Жақсы, оңай тәсілін қазір мен сіздерге түсіндірейін. Қалай оңай тәсілмен шығаруға болады? Так, бізде қоян екі рет қайталанып тұр, көріп тұрсыздар, иә? Менде ит екі рет қайталанып тұр, мысық екі рет қайталанып тұр. Сондықтан мен бұл жерде жай ғана баған бойынша қосумен шығарсам болады. Баған бойынша қосамыз, қарайық. Баған бойынша қосатын болса, менде қояннан екі бар, мен екі қоян деп аламын. Иттен екі бар, екі ит және екі мысық. Барлығын қосатын болса, менде 10, 20, 30, мына жақта 54 болады. Онда әрқайсысы екі рет қайталанғанда 54-ке тең ғой. Онда бір рет қайталанатын болса, қоян, ит, мысық үшеуінің салмағын табу үшін біз 54-ті екіге бөліп тастаймыз, иә? Сонда бізде 27 килограмм шығады. Жауап менде 27 килограмм. Яғни мынау белгісіз шама үшеуінің қосындысы бізде 27 килограммға тең. Түсінікті ғой? Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі тапсырма. Так, кертастары жоқ табақ таразыны пайдаланып 16 килограмм ұннан 12 килограмм және 10 килограмм ұнды қалай өлшеуге болады деген сұрақ. Так, өздеріңіз дәптерге жазып көріңіздер. Бізде табақ таразымыз бар. Және 16 килограммды ұндан тура осы табақ таразы арқылы 12 килограмм ұнды қалай өлшеп аламыз? Және 10 килограмм ұнды қалай өлшеп алуға болады? 16-ны 2-ге бөліп тастаймыз. Келісемін. Ары қарай не істейміз сосын? Тамаша. Жақсы. Иә, бірнеше қадаммен шығаруға болады. Бірден бір қадаммен шығарып сәл қиындау әрине. Бұл жерде бірнеше қадаммен шығады. Так, қараңыздар, бірінші қалай жасаймыз? Бірінші 16 деген килограмм салмақты бізде жалпы табақты таразының ең маңызды бір қасиеті бар. Ол бізде кез келген салмақты тең екі бөлікке бөліп тастауға болады. Яғни мен 16-ны тең екіге бөлікке бөлетін болсам, менде
қалай бөлінеді? Бізде 8 килограмм болып бөлінеді, иә. Мына жақта 8 килограмм, мында 8 килограмм. Енді қараңыздар, мен мынау 8 килограммды тағы да екіге бөліп салуымызға болады. Мысалы, мына 8 килограммдық салмақты табақ таразының көмегімен мынаны 4 килограмм және мынау 4 килограмм болып бөлінеді. Мына қараңыз, мында 4 килограмм, мында 4 килограмм бар. Енді маған нені алу керек? 12 килограммды алу керек, иә. 12 килограммды алатын болсам мен, онда мына екеуі, мына 8 килограмм мен мына өлшеп алған 4 килограммды қосып беремін. Сонда менде қанша килограмм шығады? Әрине 12 килограмм шығады. Міне алдым мен 12 килограммды. Енді 10 килограммды қалай аламыз? 10 килограммды алу үшін біз мына 4 килограмм тағы да екіге бөліп аламыз. Онда бізде мынау 2 килограмм, мынау 2 килограмм. Қараңыздар, міне 2 килограмм бар. Егер мынау бастапқыда 8 килограммдыққа біз 2 килограммды қосып беретін болсақ, міне 8 килограммға өлшеп алған. 2 килограммды қосып береміз, бізде 10 килограммды алуға болады. Сонда сізге 12 килограммды алуға болады, және 10 килограммды да бөліп алуға болады деген сөз. Ең бастысы бұл жерде қандай қасиеттен пайдаланамыз? Кез келген табақты таразы, кез келген салмақты тең екі бөлікке бөле алады. Яғни екі жағы тепе-тең болғанға дейін біз салып отырамыз. Қашан тепе-теңдік орнайды? Сол кезде бізде берілген көз алдымыздағы салмақ қақ екіге бөлінеді ортадан. Яғни 20 килограмм болса 10 килограмм, 10 килограмм. Болды. Кеттік ары қарай. Келесі. Келесі тапсырма: дүкенде 9 килограмм қант бар. Егер сатушыда бір табақты таразымен 200 грамм кертасы бар болса, онда таразда 3 рет өлшеу арқылы 2 килограмм қантты қалай алуға болады дейді. Жақсы, бізге бұл жерде 3 қадаммен шығару керек, иә? Қалай есептеуге болады? Бізде 9 килограмм бар, және 200 граммдық кертасы бар, иә? Бізге 3 рет өлшеу арқылы 2 килограммдық кертасы, 2 килограмм қантты өлшеу керек бізге. Қараңыздар, бірінші тәсіл қалай жасаймыз? Бірінші тәсілде біз 9 килограммды граммға айландырып аламыз, ол бізде 9000 грамм болады. Мен жоғары қарай жазсам, сіздер көрінетін сияқты нақты. Давайте мына жаққа жазайын. 9 килограмм, менде граммға айландырып аламын, менде 9000 грамм болады. Бұл жерде мен енді 9000-ға 200-ді қосып беретін болсам, 9200 грамм болады. Тура осыны бірінші қадамды екіге бөліп тастаймын. Қараңыздар, екіге бөлетін болсам, менде қанша болады? 4600 болады, иә? Дұрыс қой, 4600 граммнан болады. Бірақ мен түсіндіріп өтейін, қараңыздар, 4600 грамм деген қалай? Бұл жерде 4600 грамм табақ таразының бір жағында 4600 грамм құм шекер бар. Қант бар, иә? Қант бар. Бірінші жағында. Екінші жағында тура сондай қант пен кертасы бар. Яғни менде 4400 грамм қант бар, және 200 граммдық менде кертасы бар. Түсініп отырсыздар ғой, мынау кертасы. Бірақ салмақ екеуінің жерде тең болады бірінші жағдайда. Енді қараңыздар, екінші жағдайда қалай жасаймыз? Екінші жағдайда біз мынау берілген теңдіктің екінші жағындағы өрнекті тағы да екіге бөліп аламыз. Бізге 2 килограмм алу керек. Мен екінші рет өлшейін деп жатырмын. Екінші рет өлшейін мен тек қана қайсыны пайдаланамын? 4400-ді пайдаланамын. Түсініп отырсыздар ғой? Өйткені 200 грамм кертасын мен алып тастайтын болсам, 4400 грамм қалады ғой. Енді біз 4400-ді екіге бөлетін болсақ, менде ондай теңдіктің екі жағында бізде 2200 граммнан болады, иә? Табақ таразының екінші жағында да бізде 2200 грамм. Екеуін қоссақ, менде 4400 грамм шығып тұр. Енді үшінші рет қалай өлшейміз? Үшінші рет тура осы табақ тарасын аламыз. Және мына жаққа 200 граммдық кертасын қойып аламыз. Бізде кертас бар 200 граммдық. Енді мынау 2200 граммның ішінен 200 граммды мына жаққа тепе-тең болғанға дейін салып аламыз. Сонда біз не істейміз? 2200-ден жай ғана 200 граммды алып тастадық дейміз. Сонда қанша қалды? 2000 грамм немесе 2 килограмм қалды. Болды. Сонда біз не істедік? Бірінші жағдайда, бірінші қадамда барлығын қосып алдық. Яғни 9 килограммға 200 граммды қостықта 9200. Оны табақ таразының көмегімен екіге бөлдік. Өйткені 9200 граммның ішінде 9000 грамм ол бізде қант бар, және 200 грамм бізде
гиртасы бар, иә. Сондықтан мен табақ таразыға салған кезде әрине гиртасын мен ортадан бөле алмаймын. Сондықтан ол міндетті түрде табақ таразының бір жағында болады. Мысалы оң жағында қойдық дейік, онда біз оң жағында 200 граммдық гиртасы болады да, және 4400 грамм қант болады. Енді мен гиртасын алып алатын болсам бірден, онда 4400 грамм қант қалады ғой. Келесі қадам не істейміз? Осы 4400 граммды гиртасының табақ таразының көмегімен тағы да екіге бөлеміз. Яғни 2200 грамм. Бұл екінші қадам. Енді үшінші қадамда жай ғана табақ таразының бір жағына 200 граммдық гиртасын қоямыз, екінші жағына 2200 граммның ішінен 200 граммды өлшеп аламыз. Яғни азайтып тастаймыз деген сөз. Сонда менде 2 килограммда болдым. Үш қадаммен 9 килограмм және 200 грамм гиртасынан пайдаланып біз 2 килограмм қантты өлшеп алдық деген сөз. Жақсы. Кеттік ары қарай, келесі тапсырма. Түсінікті болса плюс қойып жіберіңіздер өздеріңізге. Так, сұрақ белгінің орнына нені қоюға болады деген сұрақ. Суретте қоян, мысық, кенгур және су сиыр бар дейді. Жауапты комментарий бөліміне жазып көріңіздер өз нұсқаларыңызда. Так, үш қоянның салмағы бізде бір су сиырдың салмағына тең, екі кенгурдың салмағы бір қоянның салмағына тең. Так, бір кенгурдың салмағы, бір су сиырдың салмағы екі мысыққа тең, онда бір мысықтың салмағы не болуы мүмкін дейді. Неден пайдаланамыз және қалай шығарамыз? Бұл жерде сандық тепе теңдікпен байланысты шығарсақ та болады. Ешқандай айырмашылық болмайды. Өте жақсы, иә. Сандық тепе теңдікпен пайдаланып шығарсақ болады. Мысалы, оны қалай жасаймыз? Мен сіздерге бір мысал келтірейін. Жай ғана мен былай істеймін. Мына жақта қоянның салмағының әрқайсысы, давайте төртке тең деп алайыншы. Мынау төрт, мынау төрт, мынауған төрт болады деп алайық. Онда менде мына жақта су сиырдың салмағы қанша болады менде? 12 болады, иә. Егер қоянның салмағы төртке тең болатын болса, онда мынау әрбір кенгурдің салмағы екіге тең болады. Енді қарайық, су сиырдың салмағы бізде 12-ге тең, міне бағана жаздық, иә. Онда әрбір мысықтың салмағы бізде 6 килограмм болады. Енді маған бір мысықтың салмағы неге тең болады деп сұрап тұр, иә. Онда бір мысықтың салмағы бізде 6 килограмм болса, ол бізде немен теңестіруге болады? 3 кенгурмен теңестіруге болады, не? Кенгур, кенгур, кенгур. Өйткені әрқайсысы бізде 2 килограммнан ғой. Немесе қандай неме теңестіруге болады? Бір қоян және бір кенгур. Өйткені қоян 4 килограмм, мынау кенгур бізде 2 килограмм. Болды. Осылай да теңестіруге болады. Түсіндіңіздер ғой, иә? Сонда біз бір қоянның мына жақтағы бір қоянды біз 4 килограмм деп алдық. Онда мына жақта мысықтың салмағы, бір мысықтың салмағы 6 килограмм, ол бізде 3 кенгурдың салмағына тең, немесе бір қоян мен бір кенгурдың салмағына тең деп алуға болады. Сандық тепе теңдік арқылы шығара салдық біз ең бастысы. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі тапсырма. Сіздерге оңай болатын жолды көрсетіп жатырмын, балалар, иә. Егер тепе теңдікпен шығаратын болсаңыз осылай, оңай шығаруға болады. Бірақ бұл жерде есептеу кезінде қателік кетпесін. Так, бізде сұрақ қандай? Төмендегі екі ыдыстан пайдаланып, 1 килограмм, 2 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм, 5 килограмм, 6 килограмм, 7 килограмм, 8 килограмм, 9 килограммды қалай өлшеп аламыз дейді. Так, қараңыздар, бұл жерде біз өлшеп алуға болатындарын бірінші қарап алайық. Қараңыздар, 9 литрді біз уже алып тұрмыз, өйткені 9 литрлік ыдыс бар, иә. 5 литрді уже өлшеп ала аламыз, өйткені 5 литрlik ыдыстың өзі бар. Келесі, маған 4 литрді алуға болады. 4 литрді қалай аламыз? 4 литрді алу үшін мен жай ғана 9 литр ыдысты толтырамын да қайда құйып беремін? 5 литр ыдысқа құятын болса, мен азайту деген сөз ғой мына жерде.
5 литр ыдысты ыдысқа құйып тастайтын болсам азайтып, менде 4 литр қалады. Болды, шығып тұр. 4 литр. Келесі 1 литрді қалай аламыз? 1 литрді алу үшін қараңыздар. 5 литрді толтырамыз. 2 рет 5 литрді толтырамыз біз. Мен кестемен құрастыра салайыншы, қараңыздар, мен сіздерге түсінікті болу үшін былай жасайын. Міне, мынау бізде 9 литрлік ыдыс, мынау менде 5 литрлік ыдыс деп алайық. Енді мен қалай жасаймын? Бастапқыда екеуі де 0-0, иә? Мен не істеймін? 5 литрлік ыдыс толтырамын. Мынау бізде 5 литр болады, мынау менде 0 литр. Енді осы 5 литрді мен 9 литрлік ыдысқа құямын. Мынау өзі 5 литр болады, мына жақтан 0 литр қалады. Енді арға не істеймін? Мына 5 литрлікті тағы да екінші рет толтырамын. Бірінші ретінде толтырдым, екінші рет мына жерде. Мынау болады бізде 5 литр, 9 литрліктің ішінде 5 литр бар. Енді мына толтырылған 5 литрді 9 литрлікке толықтырып отырып құятын болсам, ол максимум 9 литр құйылады да, мынаның орнында неше қалады? 1 литр қалып қояды. Болды. Мен 1 литрді уже алдым міне. Түсініп отырсыздар ғой? Тура сол сияқты қалғандарында біз жалғастырып алуға болады. Мысалы қараңыздар, жалғастырып қалай аламыз? Мысалы 9 литр деген бізде толды ғой. Оны төгіп тастауымызға болады. Сонда бізде мынаның орнында 0 литр болады. Мына жерде өзі 1 литр бар. Мына бізде 9 литрлік ыдыс, мына менде 5 литрлік ыдыс. Енді қараңыз, мына 1 литрлікті мынаны құйып тастаймын. 9 литрліктің ішінде бізде 1 литр болады, ал 5 литрлік қазір бос бізде 0. Онда 5 литрлікті қайтадан толтыратын болсақ, мына менде 5 литр болады, мына менде 1 литр, енді 5 литрді қайтадан құйып беремін мынаған. Өйткені 9 литрліктің ішінде 1 литр бар менде, енді 5 литрлікті құятын болсам, мына менде 6 литр болады, мына менде 0 литр. Енді мен қайтадан толтырамын 5 литрлік ыдысты, мына менде 5 литр болады, 9 литрліктің ішінде біз 6 литр бар, яғни 9 литрлікке мен тағы да 3 литрді құя аламын, иә? Сонда мына 9 литр болады, мына жақта 2 литр қалады. Міне, 2 литрді мен алып алдым. Түсініп отырсыздар ғой? Ары қарай тура осыны тағы да жалғастырамын. 9 литрді қайтадан төгіп тастаймын, тура жаңағы алгоритмді қайтадан қайталаймын. Мынау менде 0 литр болады, мынау 2 литр. 2 литрлікті мен 9 литрлік бос ыдыстың ішіне құйып беремін. Мынау болады 2 литр, мына жақтан 0 литр болады. Енді мынау 5 литрлікті тағы да толтырамын. Сонда мынау бізде 5 литр болады. 9 литрліктің ішінде онсыз да өзі 2 литр бар. Оған апарып 5 литрлікті құйып беруге болады. Сонда мынау 7 литр болады. Мына жақтан 0 литр. 5 литрлікті қайтадан толтырамын. Мынау 5 литр, мынау 7 литр. Мынаған құятын болсақ бізде, мынау 2 литрін құйып беремін, 9 литр болады мынау. Ал мына жақта бізде қалады 3 литр қалады. Болды. Мен уже 3 литрді таба алдым. Сол сияқты тура осыны жалғастыратын болсақ, 6 литрді ала аламыз, 7-ні алуға болады, 8-ді алуға болады. Болды. 7-ні уже біз алып қойдық. Міне көрдіңіздер ме? Міне 7 литр уже бар. 7 литр. Так, 8-ді случайно алып қойған жоқпыз ба? Ага, 8 литр дарға жалғастырсақ алынады. Жақсы, бұл жерде қараңыздар. Құюға байланысты тапсырмаларда міндетті түрде біздің бастапқыда бағытымыз, стрелканың бағыты бір бағытта болу керек барлық жақта. Яғни құямыз, екінші тұсқа ауыстырамыз құйып, және төгіп тастаймыз толған болса. 0 болған кезде толықтырамыз, екінші тұсқа құямыз ауыстырып, ал толған кезде төгіп тастау болады. Бізде мүмкіндік бар ондай. Жақсы, түсінікті ғой? Балалар түсінікті ма? Жақсы. Кеттік ары қарай, келесі тапсырмаға өтеміз. Ауыз аяқталып десеміз. Жақсы. Құрметті оқушылар, әріптестер, бүгінгі сабағымыз осы араға дейін болсын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жеке ұсыныс пікірлеріңіз болса, әрине Инстаграм парақшаға, Телеграмға немесе WhatsAppқа жазсаңыздар болады. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін болсын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.